Адамға берілген ең үлкен нығметтердің бірі тіл. Тіл ойдың кілті, жүректің айнасы. Адамның мінезі де, тәрбиесі де көбіне айтқан сөзінен байқалады. Сондықтан дана бабаларымыз жақсы сөз жанға қуат деп бекер айтпаған. Әрбір айтқан сөзімізде салмақ бар. Себебі сөз жүрекке жетеді, көңілге әсер етеді. Тіпті Алла елшісі да адамды тозаққа жүзінен ең көп сүріндіретін тіл деп ескерткен. Өйткені тіл адамды жақсылыққа да, жамандыққа да бастап бара алады. Сол үшін сөйлер алдында ойланыңыз, бұл сөзім біреуге пайда бере ме, жоқ әлде ренжіте ме? Жақсы сөз қуаныш сыйлайды, үміт оятады, жүректерді бір-біріне жақындатады. Ал ғайбат, өсек, жаман сөз көңіл жаралайды, адамдарды алыстатады. Тіл ескерусіз қалса, адамды үлкен күнәға да, үлкен өкінішке де жетелеп қояды. Сондықтан тілімізді қорғау, өзімізді қорғау. Айтқан сөзіміз өзіміздің айна. Бір ауыз жылы сөз адамның өміріндегі ең қиын сәтті жеңілдетуі мүмкін. Ал бір ауыр сөз ұзаққа созылатын жара қалдыруы мүмкін. Әр күнді жақсы сөзбен бастап айналамызға мейірім сыйлау әрбір адамның міндеті. Сондықтан тілді тәрбиелеу, жүректі тәрбиелеу. Жақсы сөз айтып жүрейік. Өйткені сөзіміз ертеңгі тағдырымыз. Сөз жүректің айнасы.